Так, мен Samsung S10 Lite'пен түсіріп жүрген едім. Қазір оны зарядкасы бітіп, қазір енді Samsung A53-пен түсіріп жатырмын 2022 жылға. Жақындағы телефоным, осының бір камерасын сынап көрейін. Қазір Full HD 60-пен түсіріп жатырмын. Көрейік. Мына тұста жер асты мешіт бар. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз білесіздер. 63 жасқа келгесін мен пайғамбар жасына жеттім деп, одан артық өмір сұрамайым деген сияқты па, жаңағындай мешіттің жердің астына мешіт соғып, сол жерде оқып отырған. Сол хужрасына жер асты мешітіне барып көрейік, не бар екен. Жағында жаңа. Мына жерде де кесене бар екен. Әлде бұл жер асты жолы болса керек. Бұл айналаның өзі көп жерлері зерттелмеген әлі. Ана жерде бір кесене тұр. Айналасын бәрін хандар, ұлы ғалымдардың бәрін осы айналасына жерлеген ғой негізі. Бұның айналасы не бір хандар, ғалымдар, дана адамдар жатыр бұл жерде. Анау жақта да бір нелер тұр. Байқа жол жоқ бірақ. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қылует жер асты мешіт дейді. Жер асты мешіті. Саламыз түсіруге бола ма? Болмай ма қазір? Болды қазір. Болды. Видеоға түсіруге болмайды екен. Неде отырып уағыз айтқан, неде шәкірттер оқып тыңдаған.
Kәдімгі қазіргі заманның мешіті ғой. Былайша айтқанда. Медный кувшин дейді. Мыстан жасалған. Осыған дәрет алған ғой. Мен қазір ішінде жүрмін. Құдық бар екен. Насап нама дейді. Дүниясы дейді. Қожалардың тізбегі. Жаңа апай түсіндіріп айтты. Маған астында жаңа Қожа Ахмет Яссауи бабамыз осы жерде кітап жазған екен. Мына ішінде бөлме бар. Бөлменің макеті мынау. Мынаяқтан бүйтіп түседі мына жерден. Осы жерден түскенде бүйтіп келіп мына жазған. Кітап жазған дейді. Кітап жазған бабамыз. Ішінде алып жазған. Ішті көп сұрамадым. Түсіруге рұқсат жоқ екен. Жаңа әпшеміз айтады. Бұл мынау жер асты мешіт медресе болған дейді бүйір. Бұны кеңес өкімет кезінде бұл толық бұзылған екен. Сол жағы бабамыздың жатқан жер, отырған жерін көрсеттім ғой, сойыр ғана түпнұсқа екен. Қалғандары мынау 1940 жылы неміс ғалымы зерттеп, макеті бар еді, макетіне түсірамадым. Соның түпнұсқасымен салған екен қайтта 1940 жылдары. Оған дейін бұл бұзылып кеткен екен. Мынау қайттан салынған түрі мынау. Түпнұсқасы жоқ. Түпнұсқа жаңа сол бабамыз жер асты жатқан жер ғана сақталған екен.
No, hoş Ahmet yasa kesinesi. Түркістанда күн батып жатыр уже. Келесі жолы мынау жаңадан салынған құрылыстарды біртіндеп көрсетем. Сол үшін каналға жазылып, видео ұнап жатқан болса лайк басып, келіспеген, ұнамай жатқан жерлер болса астап пікірге қалдырсаңыздар болады. Бұл енді мен саяхат тур ретінде түсірген бұл бірінші видеом. Алдағы уақытта талай жерлерге қыдырамыз деген үміттеміз, түсіреміз, Құдай қаласа. Жалпы канал түрлі бағытта дамиды. IT болсын, мынандай тур, визит болсын, қала болсын, товар болсын, барлық салада Құдай қаласа дамытатын боламыз. Әзірге онда осы достар, алдағы уақытта жаңа видеолар күтетін боламыз. Моншасы. Болмай ма? Видеоға болмайды дейді, бірақ түсіріп алдым. Ыстық су дейді. Шығыс моншасы. Şenol